Армысыздар құрметті көрермен және жиналған қауым. Өткізіліп отырған 3-ші облыстық оқы және жең онлайн кітап оқу байқауының күнделігіне қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің подкаст қонағымыз Алау телеарнасында тілші болып қызмет атқарған, қазіргі күнде Қазақстан ұлттық телеарнасының тілшісі Мадина Ерікқызы. Қош келдіңіз. Бүгінгі біздің подкастта қозғайтын тақырыбымыз кітап оқу жайында болмақ. Жалпы кітап оқудағы мақсатымыз не, кітап бізге не береді деген сұрақтар төңірегінде сұхбаттасатын боламыз. Хабарыңыз бар деп ойлаймын. Осы Қостанай қаласында, жалпы Қостанай облысы төңірегінде көптен асыға күткен, көпшіліктің ықыласына бөленген оқы және жең онлайн кітап оқу байқауының 3-ші конкурсы өтіп жатыр. Бұл байқау былтырғы жылдың 2024 жылдың ақпан айынан басталған болатын. Бұл байқаудың жарыққа шығуына себепкер болған жоба демеушілері бар. Олар Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет басқармасы, қоғамдық даму басқармасы және білім басқармасының қолдауымен жарыққа шыққан жоба болатын. Осы жобаны жарыққа шығарған демеушілерімізге алғысымыз шексіз. Осындай жобаларымыз жалғасын тауып, еліміздің өсіп өркендеуіне, білімді жастарымыздың көп болуына септігін тигізе берсін деген тілектеміз. Енді осы оқы және жең онлайн кітап оқу байқауы жарыққа шыға салысымен әлеуметтік желіде кеңінен таралып, қатысушылар саны өте жоғары деңгейге жеткен болатын. Және де осы біздің кітапханамызға келуші оқырмандардың да санын өте жоғары деңгейге жеткізді. Және де осы жобаға ұжым болып атсалысып жатқан осы кітапханамыздың үлесі орасан зор. Ендігі кезекті сізге берейін. Осы байқау туралы өзіңіздің көзқарасыңызды, жеке ой пікіріңізді айта кетсеңіз. Әрине, бұл байқау бір сөзден оң бастама. Себебі қазір жастардан бөлек енді барлық әлем әлеуметтік желіде отырады. Әлеуметтік желіде отырғаннан кейін әрбір адамның зейіні шамамен 15 секундқа ғана жетеді. Ал мысалы бір мына кітапты оқу үшін тапжылмай кем дегенде 15 минут отыруым керек. Бұл енді әр адамның, әр тұлғаның өзінің дисциплинасына байланысты. Сондықтан кітап оқу бұл үлкен ыждахаттылықты және концентрация, яғни зейінді қажет ететін болғандықтан, ал әлеуметтік желі бұл зейінді барынша қысқартып жатқандықтан қазір осындай бастама керек. Және кітаптан жұрт не іздейді? Қазір мысалы барлық entertainment әлеуметтік желіде. Мен қазір әлеуметтік желіге онда қарсы ешнәрсе айтып жатқан жоқпын. Оның сөзсіз бізге өте мол мүмкіндік береді, ақпарат тарату бойынша, ақпарат алу бойынша, тағысын тағы. Бірақ мына кітаптан сен тегін, дайын, ақылды емес, өзің ойлану арқылы білім, тіпті ақпарат жинай аласың. Енді кітаптардың әртүрлі жанры бар. Сөзсіз ғылыми жанр, көркем әдебиет, сол сияқты. Ал оқы және жең бұл жаңағы жастарды дәл осы кітап оқуға жақсы баулиды. Оның үстіне мына сыйақы көлемі 50 мыңнан бастап 150 мыңға дейін өте керемет бастама. Адамның, балалардың, жасөспірімдердің, үлкен кісілер, ересектерде қатысуға болады, 19 жасқа дейін. 19 жастан жоғары ересек. 19 жастан жоғары. Менің өзімнің құрбым осы екінші байқау өтті ғой. Сол екінші байқауда Әйгерім Бірімжан қызы бірінші орынға ие болды. 150 мың қаражат қаржылай сыйақы алды, ал оның жұбайы 3-ші орын алды, Жанбота. Бір отбасы, екеуі бір конкурсқа қатысып, осындай жүлделі орынға ие болды. Өте жақсы бастама, барынша қолдаймын. Рахмет. Енді сіз осы журналистика саласында қызмет етіп жүрсіз, халықтың арасында көп жүресіз, әртүрлі тақырыпта сөз қозғайсыздар. Жалпы сіздің осы журналистика саласына келуіңізге не түрткі болды? Бір оқыған кітабыңыз болды ма, немесе үлкендер тарапынан бір нұсқау болды ма? Мұнда бізде болашақ тіл мамандары, филологтар келіп отыр. Сол жастарға бір тұлға болып қалыптасу үшін, кейін елдің мәселесін көтеретін азамат болу үшін өзіңіздің ойларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Журналистиканы таңдаған себебім бұл балалық арман. Теледидардан жаңалық жүргізген дикторларды көріп қызықтым.
содан журналист болғым келді. Бірақ бала үшін ол корреспондент кім, диктор кім, тілші деген кім, журналист кім, оның айырмашылығы жоқ, сондықтан мен диктор болам дедім. Бірақ олар екі түрлі дүние екен. Бұған жаңағы сол студияда отырып жаңалық оқыған маған қызықты болды бала күнімде. Одан кейін есейе келе мен диктор емес, тілші, корреспондент, яғни өзіңіз айтқандай ақпарат полесіне шығып, мәселе шешіп, халыққа көмектесіп, әлеуметтік жағдайларды шешіп деген сияқты. Осы бір мәселе жаңағы журналистиканың қызғыз қайнаған атмосферасы мені қызықтырды. Ал кітап оқып жаңағы бір кейіпкер ондай болған жоқ, өкінішке орай. Мен сол теледидардан көріп. Түсінікті. Ең осы мамандыққа келуіңізге балалық кездегі арманыңыз түрткі болды. Жақсы, түсінікті. Енді балалық кезде оқыған кітабыңыз, қандай кітаптарды жақсы көресіз, қандай жазушылар жақсы көресіз, сол жөнінде айта кетсеңіз. Мен ең алғаш 5-ші сыныпта шығар. Оған дейін де кішкентай кітапханаға кіріп, мынандай кішкентай жұқа ертегілер болады ғой, соларды алып оқыдым. Оның иллюстрациясына қызығасың, суретіне қызығасың, жаңағы. Онда орысша кітаптар болды, қазақша да болды. Кейін 5-ші сыныпқа келгенде ең үлкен мынандай қалың кітабым қазақ ертегілері деген. Алтын сақан оқып травма алдым деп айтамын мен өзім мамама. Менің мамам қазақ тілі әдебиеті пән мұғалімі, сондықтан біз осы үйде отырған кезде әдебиет, қазақ әдебиеті, қазақ жазушылары отырып өзіміз подкаст жасай береміз, әңгімелесіп. Сол кезде анама айтамын, мен ең алғаш осы алтын сақан оқып травма алдым деген. Өйткені 5-ші сыныпта мен жасым 10-да, ол жаңағы есіме түседі, егер қателеспесем, маған есімде осындай қалғаны, жаңағы жалмауыз кемпір асықты лақтырады, одан кейін жаңағы сақаны лақтырады, ол сақаның бір аяғы пайда болады, кейін екінші аяқ, төртінші аяқ, соның барлығын оқып жатқан кезде мен түсінбеген біртүрлі болып қалғам. Одан кейін енді мен филологияға түстім, өзім филологияның магистрімін, культурологияны зерттей келе, енді бұл қазақ ертегілері деген ол жалпы тек қана балаға арналған нәрсе емес, ол кәдімгідей халықтың бүтін мифологиясы, мәдениеті, енді ол басқа жақтан, басқа қырынан қарау керек оны, басқа мағына берген, енді ғана түсініп жатырмын. Ал одан кейін бұл жерде білесіз ба, мен бала кезімде дұрыс кітаптар оқымағам. 13 жасымда Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейдісін оқығам. Сол кешірім өтінемін, сөзіңізді білгеніме. Сол балалық шақта кітапты дұрыс оқымағам дедіңіз, иә? Сол сіздің ойлайсыз ба қазір? Сол кітапты дұрыс оқымағаныңызға, мысалға, не себеп, мысалға? Оған себеп бар. Дұрыс оқымағанда оқисың ғой, дұрыс таңдау жасалмаған. Біріншіден бізде ауылда жалғыз интертеймент ол теледидар, одан кейін мектептегі кітапхана. Мектептегі кітапхананың, ауыл мектебіндегі кітапхананың таңдау несі, диапазоны жұпыны. Қазіргі замандағы сияқты емес, сол кезде бізде кітаптар саусақпен санарлық болды. Бала қызығып оқитындар, қазір мысалы Степорттың балаларға арналған қаншама, Қасым кітапханасы бар, қаншама таңдау көп, ондай болған жоқ. Сондықтан не болды, не бар болды, соны алып оқи бердім. Ол кезеңдерде шынымен де қол жету не болды, қиынырақ болды. Қазіргі кезде өте кітап оқу жан-жақты дамыған, әлеуметтік желі арқылы аудио книга кітаптары өте көп. Қазір таңдау көп. 3 жастан бастап, тіпті 0+ деп, 3 жастан бастап 3 жасқа дейінгі де тіпті балаларға арналған кітаптар бар. Жалпы кітап оқу адамның өміріне өте үлкен әсер ететін, өмірінің жақсы жаққа өзгеруіне өте көп тигізер әсері өте мол, түсіне білген адамға. Енді арғатай, сол балалық кезде оқыған шығармаңыздан бір жақсы қатты әсер алған бір шығармаңыз болды ма? Иә, енді мен мына жақта кітаптардың өзім бір кемшіл тұстарын ғана айтып жатқан сияқтымын. Дегенмен жоқ, енді ең бірінші балалық шақта қазақ ертегілерінің ішінде тек қана алтын сақа болған жоқ қой. Ертөстік болды, ішінде күн астындағы күнекей құстың ішінде сол кейіпкерлер, Көлтауысар, сондай бір кейіпкерлерді оқып, жаңағы балалық қиял,
қалай айтсам болады, балалық қиялым арқылы сол кейіпкерлерді көз алдыма елестетіп бір ерекше әсер алатынмын. Одан кейін өскеннен кейін бір өкініш бір үмітті оқыдым. Ол енді үлкен мектепте 7-8 жасөспірім шағымда бір өкініш бір үміт. Бұл менің есте қалған кітаптарым. Біраз кітаптар оқыдым, бірақ ерекше әсер алған сол Бексұлтан Нұржекеевтің бір өкініш бір үміті болды. Одан кейін мектептен гөрі мен студенттік шағымда көп оқыған шығармын. Ғылыми кітаптарға қарай ауыса бастадым. Жақсы, түсінікті. Осы сіздің бала кезіңізден кітапты көп оқуыңыз сіздің жаңағы өзіңіздің арман мақсатыңызға жетуіңізге өте жақсы септігін тигізген деп түсініп отырмын. Және де біздің осы оқы және жең онлайн кітап оқу байқауы өз қатысушыларын осы кітап оқу арқылы өздерін жақсы жаңа бір қырынан тануға, жаңағы өздерінің бір ойға алған арман мақсаттарының орындалуына септігін тигізуге үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Енді сізге тағы да бір сұрақ қояйын. Шетел әдебиеттерін оқисыз ба? Қандай авторларды оқисыз? Қандай жанрда оқисыз? Сол жөнінде міндетті түрде шетел әдебиетіне өзім қызығам. Енді ең бірінші менің шетел әдебиетіндегі авторым Артур Конан Дойл болды. Шерлок Холмс сериалынан кейін сол кітапты алып оқыдым. Артур Конан Дойлдың барлық жаңағы шығармаларын оқыдым. Ол енді жасөспірім кездегі. Кейін солардың ішіндегі ең есте қалғандары осы Мартин Иден, Джек Лондонның. Одан кейін енді біраз кітаптар оқыдым. Соның ішіндегі ең маған есте қалғаны осы Мартин Иден, Джек Лондонның. Осы кітап туралы айта кетсем, бұл күзде, мен жалпы кітап оқуға шабытым күзде ашылады. Күзгі қандыра болған кезде, мысалы, көңіл күйім жоқ болған кезде, белгілі бір сұрақтар мазалаған кезде мен жауаптың бәрін кітаптан іздеймін. Соның ішінде Джек Лондон деген жазушының Мартин Иден деген кітабындағы кейіпкер менің өзіме ұқсағандықтан ба, оның кейіпкердің бастан кешірген көп жаңағы өмір жолы, оның қиындығы және ең бастысы сол мәселені шешу жолы, осының барлығы өзіңе үлгі. Сондықтан қазір осында отырған жастарға must read деп ойлаймын. Оқып көру керек кітаптардың бірі осы. Мартин Иден өте керемет кейіпкер. Бірақ ең соңында әрине суицид жасап өледі. Бірақ не дегенмен де оның өмір жолы тұлға болып қалыптасуы өте керемет. Жақсы, түсінікті. Енді осы оқы және жең онлайн кітап оқу байқауының жалпы осы конкурсқа қатыстыңыз ба, бірінші, екінші конкурсына? Өкінішке қарай қатыса алмадым, бірақ бірден жаңағы өзіміз естідім, және бірден оны жібердім өзімнің таныстарыма. Жаңағы өзде тобымыз бар, чат бар, филологтар деген. Сол жақта жаңағы қатысып көріңдер, қолдарың бос болса деп. Мүмкіндіктерім болып жатса. Осы байқауға айтар ұсынысыңыз бар ма, осы оқы және? Бас артық ұсынысым жоқ, бәрі жақсы ойластырылған деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Жаңа айтып жатырсыз ғой, мен кітап оқуға күз уақытында көңіл бөлемін деп. Жалпы негізінде өзіңіз әрбір осы күнделікті өміріңізге жоспар құрасыз ба? Сол жоспарыңыздың ішінде арнайы осы кітап оқуға уақыт бөлесіз ба? Тек күз айында ғана оқисыз ба кітапты? Күз айында мен қалай запойға кетіп оқимын кітапты. Мысалы, қалай айтсам болады. Мысалы, бастаймын ба бір кітапты, соны бітіргенше барлық шаруаларым ысырылып қалады. Сондай бір жаман әдетім бар. Ал енді басқа уақыттарда ол арасында жетісіне бір ашып оқып тастайсың бір бөлімін. Күніне бір 15 минут бөліп оқисың. Әсіресе оған жеңіл кітаптар миыңда аса қатты не істемейтін, көркем әдебиет деген сияқты ауыр классика сондай болса, мысалы, «Отцы и дети»ді бастағанмын. Бірақ ол әрі маған кішкене ауыр болып жатыр. Тілі декретте отырғасын ба, білмеймін енді кішкене. Сондықтан қазір мен мынау кітапты оқып жатырмын. Степенворд баспасы. Хюгге Дат халқының бақытты болуының сыры деген Майк Вайкинг. Бұл жерде жаңағы
қазір әлеуметтік желіде эстетика барлығы, эстетик girl деген трендте болып жатыр ғой. Осы дат халқында бұл баяғыдан бар іспетті. Хүгге дегеніміз бұл жаңағы сол адамға, бізде қазақта дат халқында хүгге деген сөздің концептісі бұл жаңағы бақыт, жайлылық, орысша айтқанда уют деген болса, қазақ халқында бұл концепті береке деген сияқты. Сондықтан хүггенің, дат халқының хүггесі мен қазақ халқының берекесі кішкене бір-біріне ұқсайтын сияқты. Қазір осыны оқып жатырмын. Өте керемет кітап, кеңес берем. Одан кейін қазір мен Парасат майданын оқып жатырмын, кеңес берем. Одан кейін қазір екіншіне оқы және жең конкурсында болды оқуға. Міндетті деген кітаптардың бірі балалық шаққа саяхат. Осы кітапты қазір студенттерге сыйлық ретінде бергім келіп отыр. Бердібек Соқпақбаевты да мен оқығам әрине. Меніңше Бердібек Соқпақбаевтың бұл автордың тілі нақ балалардың тіліне арналған сияқты. Одан кейін бұл енді ересек жандарға, жасөспірімдерге, Мартин Иден және ғылыми кітаптарды оқып бастадым студенттік кезімде деп айттым ғой. Соның ішіндегі Харари, Юваль Ной Харари, краткая история человечества, ағылшын тілінде де бар, мен орысшасын бірақ оқыдым, ағылшын тілінде оқығым келеді. Бұл енді тарих сабағында өткен барлық біліміңізді астан кестеңіз шығарады. Мысалы, біз ойлаймыз ғой, Неандерталь, кроманьон адамдар, олар адамның даму сатысы десе, бұл жерде шынтуайтында келгенде Homo sapiens бөлек болып шығады, Неандерталь бөлек болып шығады. Сондықтан тарих сабағындағы барлық базалық біліміңіздің бәрін астан кестеңіз шығарады, өте қызықты. Осында сізге кеңес берем. Жақсы, менде сұрақ туындап отыр тағы да сізге. Енді сіз кітапты көп оқисыз, оны түсінікті. Енді сізді сол кітап оқуыңыз арқылы сіздің ойыңыз ұшқыр, сөздік қорыңыз мол екеніне сенімдімін. Енді сізге бір мындай сұрақ қойғым келіп отыр. Осы қазір қоғам арасында қазір жастар кітап оқымайды, кітапханаға көп адам бармайды деген сөздер өте көп. Бұл пікірмен мен өзім келіспеймін. Өзім кітапханада жұмыс істегендіктен таңнан кешке дейін оқырмандардың қалай келіп жатқанын өзім білемін. Және де жастар кітап оқымайды дегенге де қарсымын. Енді сол осындай қоғамдағы осындай пікірді жою үшін мысалға кітап оқуға қалай қызықтыруға болады, қалай трендке айналдыруға болады, сол жөнінде айта кетсеңіз. Кітап оқымайды деген жас жағы кісілер болса, TikTokқа кіріп көрсін деп айтар едім. Өйткені дәл осы TikTok әлеуметтік желісінде кітап оқитын көп жастар өздерінің оқыған кітаптарын дәл мен сияқты осылай тәптіштеп айтып беріп отырады. Ішіндегі жаңағы кішкене триллер секілді қылып ше. Сондықтан мен ойлаймын, кітап оқитын жастар бар, кітап оқымайтын жастар да бар. Кітап оқымайтын жастар бұдан 20 жыл бұрында болған. Сондықтан оның барлығын не істеуге болмайтын сияқты, барлығына топырақ шашуға болмайды. Задан кейін мүмкін кітап оқымайтын жастарға айтарым, балаларға, бұл ешқандай да әбес дүние емес. Адам кітап оқуға өзі қызығушылығымен келу керек. Және де кейде ойлайтын шығар, мына бүкіл беттерін көріп мен шыдамым жетпейді деп. Оның бәрін бірден бір күнде оқып бітіру не емес қой, міндет емес қой. Қызықсаң оқисың, қызықпасаң оны тастап кете салуға болады. Одан кейін барып жалғастырып оқуға болады. Егер жаңағы кітап оқуға зейінді қойғым келеді десе, онда дисциплина керек. Күніне жоспар құрып, уақыт бөліп солайынан жасау керек. Дисциплина деген дүниені мен өзім қолдаймын. Өйткені бұл менің өзімнің кемшіл тұсым, кішкене дисциплинаны ұстай алмайтын адаммын. Сондықтан мен бұған өте қатты көңіл бөлем. Кітап оқыған кезде, өкінішке қарай қазір декретте отқандықтан маған күніне отырып оқу мүмкін болмайды. Күнара оқуға тырысам. Және баламмен бірге кітап оқимыз біз. Жақсы, рахмет. Енді жаңағы кітап оқуды трендке қалай айналдыруымызға болады дедім ғой. Енді сол трендіміздің бірі осы оқы және жең онлайн кітап оқуы. Мысалға соның бір бастамасы, жолдауы. Енді осыған тағы да бір қандай бір ойыңызда бір ұсыныс бар ма, тағы бір осындай болса? Оқы және жең деген бұл байқау бойынша менің бір ғана енді бұл ұсыныс деп айтуға болады шығар. Тағы қандай кітап оқуға, қоғамға осындай бір жобаны жарыққа
Меніңше мүмкін қалай айтсам болады енді, әлі көп оқырман білмей жатқан сияқты. Енді мысалы кітап оқып жүрген филолог мамандар немесе мұғалім кісілер, студенттер филология факультетінің білсе де, меніңше қалың қауым бұны білмей жатқан сияқты. Сондықтан целевая аудиторияны кішкене өсірсе, одан кейін мүмкін маркетинг жағын мүмкін ойланып көруге болатын шығар. Енді бұл менің өзім жеке пікірім. Жақсы, рахмет. Енді осы біздің сұхбатымыздан тыңдармандарымыз өзіне керегін алып, көкейлеріндегі сұраққа жауап алды деген ойдамын. Сізге берген сұхбатыңызға, берген кеңестеріңізге көп рахмет.